Қазақ елі үшін ауыр жоғалту. Сәлеметсіз бе қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш қатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз, лайк басуды ұмытпаңыз. Али 29 қыркүйектен бастап ауырған. Учаскелік дәрігерге көрінуге барғанда дәрігер ешқандай көмек көрсетпеген. Сөйтіп үйіне қайтарып жіберген. Туыстарының айтуынша баланың әжесі дәрігерлерге тізерлеп жалынып сұраған соң ғана оны 7 қазан күні ауруханаға жатқызған. Бірақ ауруханаға жатқызғанымен ешқандай тексеру жүргізбеген. Диагноз қоймаған. Ауырсыну басылмаған соң тек крион берген. 10 қазан күні бала сонда көз жұмды. Баланың үлкен әпкесі, анасы да осы ауруханада 2 жыл бұрын жан тапсырғанын айтты. Баламызды сот-медициналық экспертизаға алып кеткелі жатыр, ешқандай дәрі бермеген. Бір апта бойы қиналған, тек қана крион берген. Бәрін жасырып отыр. Диагнозды айтпайды, ауру тарихын бермейді. Дәрігерлерді ешкім жоқ дейді әйел. Ол денсаулық сақтау министрлігі мен Қасым-Жомарт Тоқаевтан көмек сұрады. Әлидің өліміне қатысты Рысқұлов ауданы ауруханасы түсініктеме берді. Медициналық мекеме баланың ауруханаға жесімен бірге түскенін мәлімдеді. Өт жолдарының ауруымен 7 қазаннан бері клиникалық хаттамаға сәйкес тиісті зерттеулер жасалып, тағайындалған емді қабылдады. Баланың жағдайы орташа ауырлықта болған. 10 қазан күні сағат 6:55-те кенеттен қайтыс болды. Қазір баланың өлім себебін анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ішкі істер бөліміне хабарланған сот-медициналық сараптама тағайындалған делінген хабарда. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басыңыз, жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.